мектептерінен, алтын мектептерінен ұшталып отырсыңдар. Бір-бірі оқу иесі болып, бақытты, бақ-дәулетті балалар болыңдар. Еліміздің бір-бірі үлкен ғалымы болыңдар. Осы мектепті бітіріп кеткен үлкен ағаларының, әпкелерінің жолын берсін сендерге. Осы балаларды осындай халге жеткізіп білім берген осы мектептің мұғалімдері сіздерге рахмет. Осы балалар оқытып шыққан қыздарыңыз, ұлдарыңыз әрқашанда сіздердің сенімдеріңізді ақтап, біздің оқытқан ұлымыз, қызымыз еді деп, әркез сіздердің мақтанышта болуына тілектеспін. Ата-аналары осы мені ұйымдастырып отырған сіздерге де көп рахмет. Бақытты, бақ-дәулетті қыз болыңдар. Жақсы, рахмет көп байрам. Рахмет айтқаныңыз келсін. Ал келсін апай. Сіз айтасыз. Тілегіңізді білдіріп беріңіз енді. Қыздарыңыз, ұлдарыңызға. Құрметті Шоқан Орталық атындағы мектептің ұстаздары, бірінші сіздерге үлкен рахметімді айтқым келіп отыр. Мына Ғалымжан ағай басқарған ұжым сіздерге үлкен рахмет. Мынау ұлымызды, қызымызды сіздер үлкен жолға салып отырсыздар. Болашақтың жолын міне бүгін олар аттайын деп отыр. Құрметті ата-аналар, мынау ұйымдастырып отырған үлкен тойларыңызға рахмет сіздерге. Ал енді мынау түлектерге не айтамыз? Құрметті түлектер, ұлдарымыз, қыздарымыз, Құдай сендерге ақ жол тілеймін. Бақытты болыңдар, қалаған мамандықтарына түсіңдер. Осындай үлкен ағаларыңның жолдарын қуа беріңдер. Құдай сендерге әрқашанда жолдарың ашық, аспандарың әрқашанда ашық болсын. Көргенде кіммен оқиды осы әселдермен бітірген қыздар ғой деп, болашақта үлкен сендерді жемістермен, табыстармен көре берейін. Бұл Келтемашат ауылы киелі жер таулы ауылы болғандықтан киелі жердің қыздары ұларсыңдар. Сондықтан сендерге бақыт, өмірлерің ұзақ, дендеріңіз сау болсын. Ал енді, ұлбала, сөз кезегі сізде. Сәлеметсіздер ме барша жиналған қауым. Мен ең біріншіден әке-шешеме және де осы жерде мені оқытқан мұғалімдеріме үлкен рахмет айтамын. Барлықтарыңызға, және достарыма, сыныптастарыма денсаулықтарыңыз болсын. Денсаулық болса барлығы да болады. Соны ұмытпаңыздар. Және де келе жатқан осы үлкен біздің баспалдақты біз аттап өттік. Сол баспалдақтың арғы шыңына жетіп, сол шыңнан біз көріне берейік баршамыз. Сіздерге бақыт, байлық, денсаулық тілеймін. Бақытты болыңдар. Рахмет сіздерге. Рахмет, ұлбала. Ал Әсел, өзінің сыныптастарыңа, ұстаздарыңа ақ тілегіңді білдіруге рұқсат. Мен енді достарыма және апаларыма ұзақ өмір, қажымас қайрат, мол бақыт, бастарына бақ, жолдары ақ болсын дегім келеді. Бақытты болыңыздар. Рахмет, айтқандарың келсін. Ал енді, Асылай, айбекпен айналайын Асылай. Сізде тілек сізде. Мынау сыныптастарыңа, ұстаздарыңа, ата-аналарға өз тілегіңді айтып беруге рұқсат. Біріншіден мен осы бірінші сыныптан бастап оқытқан осы мұғалімдерге және де өзімнің осы тәрбие беріп, осы тәрбиелеген ата-аналарыма және де осы достарыма жаңағы жолдарын ақ болсын. Осы ұлттық тесттен бәлден аман есен өттіңдер ғой. Енді жолдарындағы сендердің ең бірінші өздерінің осы мақсаттарын үлкен оқу орындарына түсу. Сендерді осы үлкен оқу орындарына түсіп, енді ақ жол тілеймін бәлдеріне. Рахмет Асылай, айтқаның келсін. Ал енді құрметті ата-аналар, сіздерің енді мынау ұл балдарыңыздың тойында жақсы бір би билеп берсеңіздер, қарсатты ойлаймыз. Музыка, қане кел. Барлықтарыңызды ортаға дейін шақырамыз.
Аяңыз Күләш апай, мынау сіздің мектеп қабылдаған ең алғаш қабылдап алған кезде кішкентай балапандар болып сіз қабылдап алса қандай болып отыр? Қазір қандай жағдайға жетіп отыр? Көрдіңіз ба? Сізге деген ілтипаты, сізді сыйлайтын осыдан көріп сізге добыл шағалып беріп отыр. Кәніге тілек сізде. Ал біріншіден құрметті ата-аналар, мынау сіздердің бүгін ең жүректеріңізге жақын ұлдарыңыз бен қыздарыңыз мектеп табалдырығын бітіріп, үлкен өмір жолына қадам басқалы отыр. Сіздердің ұлдарыңыздың ер жетіп, қыздарыңыздың бой жеткені құтты бола берсін. Алдағы уақытта осы қыздарыңыз, ұлдарыңыз сіздерді қуантып, әрқашанда биік абыройларыңызды биікке көтере берсін. Көргендеріңіз тек жақсылық болсын. Зор, сіздер осыларға тәрбиеленіңіздер, білім беріңіздер, қолдарыңыздан келгенше биікке көтеруге тырысыңыздар. Сіздердің жемістеріңіз әрқашанда биік болсын. Еңбектеріңіздің жемісін көріп, творчествалық табыс тілеймін сіздерге. Біріншіден, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Сол денсаулықтың арқасында осындай түлектерді жылда бітіртіп шығарта берейік. Ал құрметті, менің еңбек жолындағы бастағандағы ең алғаш алған классым, сендер менің әрқайсың менің жүрегімнен орын алдыңдар. Сендер маған әрқашанда қымбатсыңдар. Сендердің қолдарыңдағы сертификаттарың құтты болсын. Енді сендер өздерінің армандаған мамандықтарыңа жетіп, ата-аналарыңды қуантып, әрқашанда биік шыңдарға сүрінбей шығып, мектебіміздің атына кір келтірмей күліп ойнап жүре беріңдер. Шыққандарың сау болсын, жүргендерің аппақ гүлдің ішінде бақытты өмір сүріп жүре беріңдер. Әрбірің өмірден үлкен отбасы болып, үлкен өмірден орын ала беріңдер. Ақ жол тілеймін. Алдағы өмірде тек қана шаттық, бақыт, келгенде бір үйдің кішкентай ғана ертесі болатын бір үйдің слабой тұңғышы болатын. Әрқайсысы өзінің ерке мінезімен, бір бетке мінезімен көзге түсе берген класс. Кейін бұл класста сонымен қатар Норман деген бала болатын, Альбина деген қыз болатын. Қыздар естеріңде ма? Олар кейін әртүрлі өмір жолымен әр жаққа тарап кетті, естеріңде болады. Енді бұлардың тек жақсы жақтары ғана есінде. Бәрі Арман өте сабақты, жақсы оқыған, мысалға Рима сыныптың үздігі болған, айта берсе ондай сәттер көп қой. Тек менің жүрегімде жақсы жағынан орын алған. Сол жақсы жағынан әрқашанда орын теуіп жүре беріңдер.
Арапай ағай, Гүләз әпке, еңеше, мынау тойларыңыз құтты болсын. Тойлар сіздердің өткізілді. Әр уақытта тойларыңыз құтты болсын. Қыздар мен балдарын орда шақырамыз. Кәніге, Назерге, Айгүл, келдерді. Енді бізді қарап отырсам, үлкені кәдіргі көзсіз отыр. Сөздің кезегі кәдіргі көгі деп сөз болды. Кәнігі кәдіргі көгі. Қызымыздың мектеп бітіру кешінде қош келіпсіздер, түлектерге жақ түлектер, мұғалімдерге, ата-аналарға өз алғысыңызды айтып берсеңіз. Бұда той ғой енді. Той құтты болсын бұда той. Бірінші рет мынау мұғалімдерге рахмет. Осыларды адам қылып, енді ары қарай өздері талабы болса, адам болсын, оқысын, талабы болса. Болмаса енді ол болған болмайды бәрі. Бұл енді ары қарай өздері өмірін жалғасып, артын жақсы болып, жүргізіп, не болып, жақсы болып кетсін. Мынау, тілекті айта берсеңізші, тілек жақсы болса, бәрі жақсы болады. Ал енді тілек сізде. Ал құрметті ата-аналар, тойларыңыз құтты болсын барлығыңыздар. Мына енді біздің бала-шағаларымыз сіздердікі, біздікі болып, мынау Шоқан Уәлиханов атындағы директор және ұстаздардың барлығына рахмет айтамын. Осылардың жақсы, бақытты, кішкентайларынан оқытып, шоқытып, білім беріп, неғаны көп рахмет айтамын. Енді жас түлектеріміз 2006 жылы алға басып, қызметкер бабымен әркім өз мамандығына алғанына бақытты болуына тілек білдіремін. Бақытты болуына. Рахмет айтыңыз, пешеніңізді жауап берсін. Ал енді Ареге. Ал құрметті мынау мектеп бітіруші түлектер, қыздар, жігіттер, мынау мектеп тұрғысылары құтты болсын. Не дейміз, мынау мені мектеп бітіргенде негізінен Абай айтқанымыздан сөзі бар. Сен де бір түсінуге тетігіңді аптап байқалған дейді. Енді міндетті түрде біреу әдебиетші, біреу химик, біреу математик болды міндет емес. Қай салада болмаңдар, осы еліміздің жақсы саналы азаматы өсін деді. Ал ата-аналар, қолашығыңыз ордамыз бәрімізде. Рахмет ерге. Ал күләсілер. Құрметті ата-аналар, мынау ата-аналардың басымдықтары бәрін кішкене дастархан жасап, мына 2006 жылы бітіріп алған түлектердің көңілдеріне қарап, осы дастархан жайған ата-аналарға рахмет. Мына алда сөйлеп отқан үлкен апа ата-аналардың жақсы тілектеріне қосыламын, періштенің құлағына шақ, мына балдар ойлаған мақсаттарына жете берсін. Рахмет. Ал енді көмекті түркішіліктілер әзірге өзінің бір сыныптастарына, ұстаздарына ақ тілегімді айтып өтті. Жиылған қауым, сіздер бізді сыйлап келіп отырғаныңызға көп рахмет. Және бізді осындай үлкен азаматша қылып өсіріп отырған мұғалімдерімізге, ата-анамызға бәріне рахмет айтамыз, шексіз қуаныштымыз. Және жас түлектерге тілерім, алда мына үлкен шың тұр, сол шыңға жақсылық ақ жолмен барып жетейік, сол шыңның төбесіне көтеріле білейік. Бәрі бақытты болыңдар. Рахмет айтамын. Айгүл. Құрметті ұстаздар, класстастарым, ата-аналар, сіздерге зор денсаулық, ұзақ өмір, қажымас қайрат. Алда сыныптастарым алда үлкен шың тұр, соған шығуларына тілектеспін.
рахмет айтқаныңыз келсін. Ал құрметті ата-аналар, алдарыңызда түлектер тұр. Қандай өнерден көрінесіздер? Би ма? Ара келсіз алмады өткенін бір айтып жіберсеңізші. Би ма жалпы? Жалпы би. Түлектер, ата-аналар. Барлығымызды музыкамен қамтамасыз еткен осы жерде, яғни жайлы өтсін, қызықты өтсін деп жатқан музыкамен қамтамасыз еткен Қуандық Манарханға ду қол шапалақ жасап қояйық. Қуандық Манарханның бізбен бірге бөлісетін кішкентай ойы бар екен. Ойын жүргіземіз дейді. Сонымен қазір ортаға шақырғандарыңыз қысылмай, қымтырылмай ортаға келесіздер. Кәдімгі Анеке сізге көп рахметімізді айтып отырып, микрофонды өзіңіздің қолыңызға ұстатамыз. Кәдімгі Анеке. Рахмет eyleyin. Ал құрметті ата-аналар, барлығымыз осы жерде жиналып отырған осы балалардың арқасы, қыздардың арқасы. Мінекей осы оқушыларымыз, балаларымыз болмаса, бұл осында той болмас еді. Енді осы тойда барлығымыз қалжыңдасып, бәріміз осы жерде жақсы, қызықты той өткізу біздер мен сіздердің қолымызда деп ойлаймын. Кәнекей осы жерде бір 5 ата-ана шығып, жерде бір ойын көрсетіп жіберсе, осы жерде мен жаңағы бір кісілердің атын атап түсіндіріп шақырайын сіздер. Енді ол көкем орнына басқа біреу тастап кетпей ме? Шықпай ма екен ол?
Енді болмайды бізге басқа бір көке керек болмаса. Талдан көке. Келіңізші өзіңіз. Қазақтың нарқасқан жігіттерінің бірі сіз ғой. Кәніге келіңіз. Иә. Бөлек шешіп тастап қазір орнында өнер көрсетесіз. Мінекей құрметті оқушылар, сендердің алдарында тұрған біреулер ойлайтын жазыңдар. Мынау менің папам, мынау менің мамам. Бұл сендердің папаларың, мамаларың емес. Бұлар маска киіп алған, шетелден келген әншілер жалдаған. Әншілер бұлардың бәрі тұрған. Осылардың бәрі әншілер. Сендердің папаларың, мамаларың бар сыртта тұр, қазір олар кіреді. Таныстырып қояйын осы жерде. Бірінші тұрған мұртты келген жігіт. Мынау Шешен-Городоктың Ермахан деген жігіттің атын жамылып жүрген Қазақстанның халық әртісі Досымжан Таңатаров. Туға шапалақтап қойыңыздар. Одан кейінгі қатарда тұрған қазақтың маңдайалды өнер жұлдыздарының бірі, қазақтың өнер жұлдыздарының ақсақалы Тұңғышбай Жаманқұлов. Туға шапалақтап қойыңыздар. Одан кейінгі тұрған ағамыз осы тойға өзінің жақсы бір өлеңін алып келген қазақ жұлдыздарының жарық жұлдызы Нұрлан Өнербаев. Туға шапалақтап қойыңыздар. Одан кейінгі тұрған әпкеміз осы тойдан мен қалам ба, кенде қалам ба деп кеше ғана президенттің рұқсатымен келген Ислам Каримовтың туған қарындасы Юлдыз Османова. Туға шапалақ. Одан кейінгі тұрған жеңгеміз. Бұл кісі анау өзбек пен қазақ қосылып алып той істеп жатыр екен. Енді анау дос бар, дұшпан бар демекші. Владимир Путиннің жіберген әншісі Алла Пугачева. Одан кейінгі тұрған мына жақта мына қыз бен жігіт. Сендер ойлап қалмаңдар, беріп мен папам екен деп. Сен папаң астында тұр. Бұл Индиядан келген біздің Митхун Чакраборти. Қасында подружкасы мен айтайын десем просто мына жерде біреулер төбелес шығып кетеді. Оны кейін өзіңіз таныстырасыздар. Кәнеке сіздер өнер жұлдыздары осы жерде тұрып, қазір шетінен өлең айтасыздар енді. Түсіндіңіздер ме? Жоқ, тұра беріңіздер. Микрофонды берем, шетінен сіз айтып қаласыз. Музыка өшкеннен кейін мына кісіге бересіз. Мына кісіден кейін барсыз. Содан кейін сіз ең соңында екеумізді алып қаламыз. Қазір мен музыканы қоямын. Сіздің атыңыз кім еді? Досымжан, яшы. Кәнеке Досымжанның өлеңін тыңдайық енді. Кәнеке ортада Досымжан Таңатаров. Дуға чапалап қошеметтеп қоямын. Алаға шықсам қақтамын, сүйгеніңе қойған. Басқа өтінде, қайта Досымжан. Осында деп көрсет. Астындағы Ермахан рахмет етеді. Табиғатпенен егізбе, өмірдің ауа райы да, қаңғыбас құлттан Бәрекелді. Қазақстанда да қолан ақша қырады. Қама! Ортаға! Кәппештен деп қырады. Бәрекелді. Енді өзіме беріп қойыңыз. Бәрекелді. Ал енді ортада Тұңғышбайға енді болмаңыз, ортаға шығып, өнеріңізді көрсетіңіз. Әйтпесем сабыр көкеміз қазір көрсіп жүреді. Біздер
бақытынан қашып жүрген жандармыз. Біреулердің оғы жоқ боп атарған, біздер жүрміз қатерлі бір сапарда. Жыртығымды жинап беріп жатса да, ешкім бізді қоса алмайды қатарға. Бәрекелді, рахмет. Осындай өнер жұлдыздары өнер көрсетіп жатқан кезде неге футбол чапалақ көрсетпеске, кәнеге енді ортаға Нұрлан ағамызды футбол чапалақпен кәнеге ортаға шақырайық енді. Нұрлан аға ортаға шығыңыз енді. Сонау Астанадан келіп жатқан кезде неге Түлкібас өңірінде осындай Шоқан Уәлиханов мектебінің түлектеріне өнер көрсетпеске? Ортада Нұрлан Өнербаев. Суда сіңген заттайын, тоңайып қалмайын, сүйген адам әрдайым түсінеді жат жайын. Жанарымды жаттайын, аңсарымды сақтайын, жаным сені сүйемін, бұған куәтайын. Жырларымды жаттайын, аңсарымды сақтайын, жаным сені сүйемін, бұған куәтайын. Бәрекелді, рахмет Нұрлан аға. Осындай той көріңіз, немерелеріңіздің тойында қызмет жасап жүре берейік. Кәнекей ортаға, футбол чапалақта, енді ортаға Ресей жұлдызының әртісі Алла Пугачева апамызды ортаға шақырамыз. Кәнекей Алла апа, жақсылап өлең айтыңыз енді мынау. Шапалақ болсын, шапалақ. Должен один домик имел и холсты, он актрису любил, ту, что любил цветы. Он тогда продал свой дом, продал картины круг и на все деньги купил целое море цветов. Алла апа, сіз мынау әбден панаграммаға үйреніп қалғансыз ба деймін, шапалақта тұрдыңыз ма? Сіз ойлап қалдыңыз ғой мынау. Ресейді сатып алдым, Қазақстанда сатып аламын деп. Мияқтағылар көзді ашық адамдар отыр ғой мияқта. Сізге шапалақ ұрмай. Кәнеге енді ортада біздің барлығымыз осы тойда қыздырып жатқан сол кісінің әні бар еді осы жерде. Кәнеге ортаға Өзбекстан Республикасының қызық әртісі Юлдуз Юсманова футбол чапалақпен кәнеге. Осы жерде қызмет жасаған мынау Индиядан келген әртістер сіздер білмейсіздер. Қалған ортаға шығып кішкентай билеп жүріңдер. Индиядан келген әртістерге отдельный заказ бар. Кәнеге ортада Юлдуз Юсманова. I can
кәнекей осындағы қызмет жасаған біздің Ресейден келген, Өзбекстаннан келген әртістеріміз сіздерге отыруға рұқсат. Енді сонау самолетпен келген, Индиядан келген әртістерге кезек келді. Кәнекей, сіз Индиядан келген Митхун Чакрабортидің подружкасы. Сенің мамаң емес бұлай, мен айдау. Сенің мамаң астында отыр. Кәнекей, сіз оны бар, төрге бар. Қыз деген төрде отырады, иә, төрде отырады, төрде отырады. Біздің қазақ ырымшыл қал, қызды төрге шығарады. Ана босағада тұратын болса кедей болып қалады, ай, төрге отырдық қояды. Сияқты отырыңыз. Так, Митхун Чакраборти шашты былай лақтырасыз, мерге тұрыңыз. Дайындалып тұрыңыз. Екеуіміз енді өнер көрсетіріш жерде. Жақсылап тұр, Абай күйіне. Кәнекей, енді осы тойды қыздыратын Индиядан келген әртістерге ду-қол чапалақтап, қошемет көрсетіп қояйық, кәнекей. Бәрекелді. Бәрекелді, рахмет. Индиядан келгендер, Өзбекстаннан, Қазақстаннан, Қырғызстаннан, Қытайдан келген әртістер сіздерге көп рахмет. Бүгін Құдай қаласа Нұржан Ғалымжан ағайға өтініш, сіз президентімізге қатынас хат жолдаңыз, ертең азанда Құдай қаласа Парспен келсе, сіздерге бірінші приз сіздерге, қалғандарыңызға барлықтарыңызға общий приз. Ғалымжан аға естіңіз ғой? Қолын көтеріп қойыңыз бұяқта. Келсін берді, көрдіңіздер ме? Сам директор қолын көтеріп қойды. Рахмет. Деп жатырмыз ғой. Сол мектепте бәлембай жыл жұмыс істеп, өзінің ұзақ жылдар жұмыс істеп, өзінің еңбегін сол балдарға беріп, осы балдардың өсіп-өсін білім көзімен әрмен сусындатып жатқан ұстаздарды ортаға шақырамыз. Әрине ол кісілердің барлығы осы біздің ұжымда жұмыс істеп жүрген кісілер, соларға да шақырамыз. Ортаға ұлы ұстаздарды шақырамыз. Ұлжамал апай, Сүйер ағай. Ортаға шақырамыз, кәнекей. Ду-қол чапалақтап. Қадірменді Сүйер ағай, Ұлжамал апай, сіздер мынау ұстаздардың, балдардың, ата-аналардың жанын жақсы түсінетін үлкен азамат кісілерсіздер. Сіздерге қарап біздер өсе берейік, біздерге қарап жастар өсе берсін, тәрбие бола берсін деп, түлектерге ақ тілегіңіздеріңізді айтып берсеңіз. Кәнекей Сүйер ағай, сөз сізде. Ал
құрметті 2006 жылдың түлектері, айналайын. Құда қаласа, бұрын айтушы едік, жаңа өмірге аттестат беріп жатыр деп, сендерге сертификат беріп жатыр. Міне 11 жыл еткен еңбектеріңнің жемісін жейін деп жатырсыңдар. Құда қаласа, мынау армандарыңа жетіңдер. Мынау қалаған мамандықтарын таңдаңдар. Сөйтіп, сол мамандықтарыңнан елге қызмет етіңдер. Ана дипломды алып, чемоданға салып қоятын болмаңдар. Өздерің сүйген мамандықтарыңды алып, халыққа, осы ағайларыңа, туысқандарыңа, елге қызмет етіңдер, айналайын. Мынау өмірдің өз баспалдақтары көп. Сол мынау сендердің есею кездегі баспалдақтарының басталысы бұл. Өмірге деген өздеріңше жаңағы қадам басып жатырсыңдар. Бүгіннен бастап соңдарыңнан ата-аналарың, я болмаса мұғалімдерің, класс жетекшілерің жүгірмейді. Барлығын өздерің істейсіңдер. Соны өздерің біліңдер. Өмірлеріңнен кеш қалмаңдар. Кейін өкініп жүрмеңдер, айналайын. Пысық болыңдар, заман ішінде аямайды. Ал құрметті ата-аналар, міне балдарыңыздың, қыздарыңыздың жаңағы жігіт болуымен, бой жетуімен құттықтаймын. Мынау сіздердің армандарыңыз осы үлкен ұл қыздың қызығын көру ғой. Құда қаласа, тағы бір 4-5 жыл қызмет істеңіздер, содан кейін жемісін жей беріңіздер. Ал енді ұстаздар қауымы. Құда қаласа, мынау бұрынғы кезде мұғалімдердің айлығы ауданның әкімінің айлығымен бірдей болған. Қазақтың мақалы бар, не көп болса, соның қадірі кетеді деген енді. Бірақ сіздер ойламаңыздар, мұғалімдердің қадірі кетті деп. Мұғалімдердің қадірі кеткен жоқ. Қайта, міне, жаңа шәкірттері мектеп бітіріп бір жерге отыратын болса, мұғалімнің төбесі көкке бірақ елі жетпей қалады. Міне, сол шәкірттеріміз биіктерден көріне берсін, мына біздің шәкірттеріміз биіктен көріне берсін. Құда қаласа, жалпы біздің ауылдың, біздің немерелерімізді, шөберелерімізді жақсылап тәрбиелей беріңіздер. Сонда рахмет көп келеді. Барлықтарыңызды қуаныштарыңызбен құттықтаймын. Ұзағынан сүйіндірсін, қуаныштарыңыз көп бола берсін. Рахмет, Сүйер ағай. Ал енді Ұлжамал апай, Сүйер ағай, мынау қуанышты ортаға шақырып отырған себебім, бұл кісілер, әрине қуаныштың әке-шешесі бар, осы жерде отырған. Бұл кісілер Сүйер ағаймен, жаңағы Ұлжамал апайымыз кішкентай кезінен бұл баланы өз баласындай бауырына басып, еркелетіп тәрбиелеп, қызығымен, шыжығына көніп жүрген кісілер екен. Сол себептен ортаға қуанышты шақырып отырмыз. Өз баласындай көрсін. Кәнеки, Ұлжамал апай, тілек сізде. Құрметті ата-аналар, мұғалімдер, тойларыңыз құтты болсын. Мына бала-шағаларыңыздың рахатын көріңіздер. Мына 11-ші сынып. Бүгін сіздердің жаңағы үлкен мейрамдарың. Бірінші жаңа баспалдақтан өтіп, бұл сертификат алу деген өте үлкен мағына береді. Енді осыдан кейін әрқайсың өз қалаған мамандықтарыңды таңдап, өмірде үлкен азамат болыңдар. Енді мына қуаныш менің балам. Бірінші қаңтарда босанған еді Ұлжан, сөйтіп атын қойған, радиодан алып шыққан өзім едім. Сол үшін қуаныш менің балам. Мына енді қуанышқа тілейтінім үлкен жолдан, өмірден жол тап, Құда қаласа мынау бақытты бол, өмір жасың ұзақ болсын. Мына енді бізде сенің екінші әке-шешеңіз қуаныш. Бәріміз мынау сәт сапа ақ жол тілеймін оқушыларына. Ата-аналарға, ұстаздарға рахмет етемін. Өзімнің класстастарыма, достарыма жолдар болсын, оқуға түспесін, денсаулықтарыңыз болсын.
сендей болғанбыз, сендер де біздей боласыңдар. Сонда классымыздың өлеңі еді ғой бұл жаңа гүл дәурен деген. Тәбитесім менен 10 жыл мектеп партасында бірге тұрдым өзіңменен, сездіруге батпадың ба бала махаббатыңды, терезенің жақтауына ойып жаздым атыңды, терезенің жақтауына ойып жаздым атыңды. Оп, бәрекелде, айттым ғой Сүйер ағай, сізде бір қасиетіңіз бар деп. Мына дауыспен сіз Астана емес, Ресей асып кететін, шетел асып кететін әнші болып кететін жағдайыңыз бар екен ғой. Мынау жаңа мұхит дұрыс айтып жатыр. Біздің мектепті бітірген көп адамдардың атын атап жатыр. Бірақ сол біздің мектепті бітіргендер біздің мектепке шірей жаңа қызмет істеп жатқан жоқ. Қолдарынан келген жәрдем беріп жатқан шығар, бірақ жүрегінен шауып жатқан жоқ. Міне, сендер енді басқа мектеп емес, өздеріңнің мектептерің үшін жүгіресіңдер.